Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, ешбір үйде, ешбір мешітте, ешбір майданда, ешбір лашықта, ешбір орманда, ешбір дарияның, теңіздің үстінде, қадірдің түнінде қолы жайылған адамның дұғасы, сұрағаны, яғни Алла менен қылған мінәжаты жауапсыз қалмайды дейді. Бірақ дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, бірақ дейді, төрт адам бар дейді, төрт адам бар. Төртеуі малғұн, төртеуі махрум дейді. Бұл төртеуі лағнетке қалған, бұл төртеуі қор болған бетбақтар дейді. Осылардан басқасының барлығының дұғасы қабыл болады, осылардан басқасының барлығының мінәжатына Алланың тарапынан жауап болады дейді. Сол уақытта сахабалар сұрайды, я Расулалла, ол төртеуі кім дейді? Ол төртеуі кім, айтшы бізге. Біз төртеуінен болып қалмайық. Яғни періштелерді Жәбірейіл алейхиссалам жіберді, періштелер бар бәрінің дұғасына әмин деді. Жәбірейіл алейхиссалам таңның уақытында қайтпақшы болып, періштелерге жиналыңдар дейді. Кәбаның тұсында жиналып, Жәбірейіл алейхиссаламмен бірге періштелер көтеріледі. Сол уақытта Жәбірейіл алейхиссаламнан көтерілерден алдын періштелер сұрайды, я Жәбірейіл, біз барлығын дұғасына әмин дедік қой. Не болды олардың халдері? Қалай болды? Жәбірейіл алейхиссаламның жауабы сондағы айтқан, барлығының дұғасы қабыл, барлығының тәубасы қабыл, барлығының мінәжатын Алла субхана тағала жауап қылды, бірақ төртеуі құр қалды, төртеуі малғұн болды, төртеуі махрум болды. Енді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұның төртеуі кім екенін айтады. Арақ шарапты жақсы көрген адам. Осы мудминул хамр, араққа әуестігі бар адам, бұл адам малғұн қалды, бұл адам махрум қалды, бұл адам Алланың кешіріміне кездескен жоқ дейді. Екінші адам дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, ақун ливалидайхи дейді. Ата-анасының айтқанда көкірегін қарсы айырып, жүрегін жылатып кеткен перзент. Перзент емес ол, білмеймін ол кім екен. Үшінші адам деді, туған туысқандарменен қарым-қатынасын үзген адам, ол Рамазан болса да, қадір түніне кездессе де кешірілмейді деді. Төртіншісі, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, 3 күннен артық араздық сақтаған адам дейді. Сондықтан мынау Рамазанның уақытында жүрегімізде біреуге наразылық, араздық болған болса, жүректі тазартып алайық. Ондай қадірдің түнінде бізді махрум қалдыратын, Рамазанның айында бізді махрум қалдыратын сипаттардан, істерден біз аман болайық. Алла субхана тағала баршамызға иншалла бұл төртеудің қатарында болмай, салихиндардың қатарында болып қарсы алып шығарып салатын, Алланың мағфиратына бөленетін Рамазан нәсіп етсін.